Енді мынау біздің бағдарламада қойылған мәселелердің барлығын біздер орындайтын болсақ, сол кезде халық пен биліктің арасы жақындайтын болады. Себебі халық билікке не үшін наразы? Ол халықтың жағдайы нашар болғаннан кейін наразы болады. Ал егер халықтың жағдайы дұрыс болып, экономикамыз дұрыс өркендеп, біздерде тұрмысы төмен отбасылар аз болатын болса, болмаса вообще болмайтын болса, ол кезде не үшін халық билікке наразы болады? Бұл әрқайсысы өзінің тірлігін істеп жүретін болады. Дұрыс емес пе? Бұдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын біздерде ол билікке наразы адамдар практически жоқ еді ғой, әкімшілікке барып, жаңағы ананы беріп, мынаны бер дейтіндер жоқ болатын бір кездерде. Дұрыс па? Оның алдында 20-25 жыл бұрын баяғы свет, газ өшетін кезде көшелерді жауып, сол айқай-шу болатын жататын күніге. Кейін экономика тұраланған кезде бір 5-6 жыл, 7-8 жылдың көлемінде ешқандай наразылықтар болған жоқ. Барлығы жүгіріп жүріп өздерінің жұмысын атқарып, сондай қылып жүрді. Сондықтан менің ойымша бұл жердегі мәселе экономикаға байланысты. Экономиканы біз дұрыстап қойсақ аяғына, сол кезде халық билікке наразы болмайды. Екеуі біргелесіп жұмыс жасайды.